Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Балалары болмапты. Мал дегенде 5 ешкі, бір қартайған қара нары ғана болған екен. 5 ешкінің біреуі қашаған болыпты. Бір күні шал оны сауғызайын деп қуаласа, оңайлықпен ұстатпайды. Дөңке сұғырып ыза болған шал, «Әй шешек келгір!» деп құйрығының шап беріп ұстап алыпты. Қаттырақ жұлқып қалса керек, құйрығы үзіліп қалып қойыпты. Деп басталатын біздің қазақ ертегілерінде құйыршық ертегісін біз осылай бейнелеп, балаларым Арай мен Нұрай осындай ертегілерді оқып, осы саусақ театры арқылы бірге жасаймыз. Осы сияқты әртүрлі ертегілерді біз саусақ театры арқылы жасағыларымыз келсе, біз әртүрлі мынандай кейіпкерлерді жасап жатырмыз. Енді осының арасында кей кезде әрине жетіспейтін кейіпкерлер болады. Сол кейіпкерлерді біз қызым Нұрай екеуміз тағы да басқа кейіпкерлерді бүгін жасамақшымыз. Сол жасайтын кейіпкерлерді қазір сіздермен бірге біз қазір бөлісеміз. Енді біз осы қазіргі жасайын деп жатқан кейіпкерлеріміз балапан мен бауырсақ. Оған әрине жұқа түрлі түсті фетр, жіп, ыстық желім, қалам, көздер, сосын қайшы және үлгі керек. Осы үлгілерді кесіп алып, біз қазір осы кейіпкерлерді жасаймыз. Мына мысалға бауырсақ ертегісінде мына балапан. Сызып болған үлгілерімізді енді қиямыз. Енді біз мына бауырсақ пен балапанды денесінің кескіндемелерін кесіп алдық. Енді осыларды біз қазір ыстық клей арқылы жабыстырып, беттерін жабыстырып аламыз. Ал енді біз ертегі кейіпкерлерінің бет үлгісін жабыстырып болды. Енді осы балапан мен бауырсақтың келесі жақ бетін жабыстырамыз. Өйткені ортасына қолымызды салып, кейіпкерді ойнатуымыз керек. Сондықтан осы екі беттерді бір-біріне жабыстырып, ине жіппен тігеміз, шалып. Жай ғана шалып тігіп отырамыз, шетінен ғана. Осылай жеңіл тәсіл шалып арқылы тігеміз. Енді осы тіккен немізді қолымызға осы тіккен кейіпкерлерімізді енді саусағымызға кигізіп былай ойнаймыз. Енді біз осындай әртүрлі кейіпкерлер жасағаннан кейін ертегі қоямыз. Солай ма қыздар? Иә. Енді біз бүгін қазіргі ертегіміз орыс ертегісі, бауырсақ ертегісін қойылымын жасаймыз. Бауырсақ ертегісі. Баяғы өткен заманда шал мен кемпір болыпты. Олар бауырсақ жегісі кеп, шал кемпіріне айтады: «Ай кемпір, бауырсақ пісірші» деп. Содан кемпір қамбаның түбін қырып, ұн жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыстық болғандықтан оны терезенің алдына қояды.
бауырсақ терезенің алдынан тұрып домалап жерге түсіп кетеді. Сөйтіп бауырсақ өзінше қыдырып келе жатса, атамнан да қаштым Әжемнен де қаштым. деп жүгіріп келе жатқанда алдынан қоян шығады. Қоян бауырсақтың сондай тәтті екенін көріп жегісі кеп, бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атадан қаштым, әжеден қаштым, енді сенен де қашып кетеміз қоян. Деп бауырсақ қояннан да қашып кетеді. Сөйтіп көшеде бауырсақ шауып келе жатып, алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеш, мен саған өлең айтып беремін. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, енді сенен қашып кетемін. Деп қашып кетеді. Тағы келіп шауып келе жатса, өлең айтып алдынан қорғандаған аю шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеш, мен саған өлең айтып беремін. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен қашып кетемін. Деп қашып келе жатса, алдынан түлкі шыға келеді. Түлкі не дейді? Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым, енді сенен қашып кетемін, қу түлкі. Тұмсығыма кеп айтшы, құлағым естімейді, менің кәрі түлкімін дейді, қарай. Сөйтіп, аңқау бауырсақ түлкінің құлағына, тұмсығына кеп айтпақшы болады. Сол кезде түлкі ап деп жеп қояды, қарны қампиған түлкі бауырсақты жеп қояды. Осылай бітетін ертегіні біз осындай әртүрлі кейіпкерлерді жасап, біз осындай әдемі мындай кейіпкерлерді жасады қыздарымызбен. Осындай біздің әдемі кейіпкерлеріміз сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Қош, сау болыңыздар.